Ассаламу алейкум қазақ елі. Міне бүгін Алматы қаласы прокуратурасы тағы да қоғам белсенділері, Алматы қаласы тұрғындары Қалас Нұрпейісовке бостандық сұрап, және оның тергеу амалдары заңды түрде өтуін талап етіп прокуратураға келген болатын. Қазір ғана сағат 12-де Қалас Нұрпейісовті осы прокуратура ішіне алып кірді. Одан кейін адвокаты Жалғас Сапарханова да ішке кірді. Енді олардан хабар күтетін боламыз. Қазір осында қоғам белсенділерінен қысқаша сұхбат алсақ. Ассаламу алейкум. Уалейкум салам. Келген себептеріңіз туралы қысқаша айтып өтсеңіз. Армысың қазақ елі, бүгін жиналған себебіміз Қалас Нұрпейісов ағамыздың осы жерде себепсізден себепсіз бейкүнә болса да тергеу абақтысында жатып, небір қорлықтар көріп жатқанда шыдай алмай келіп отырмыз. Ол кісіні қолдап келіп отырмыз, оған бостандық талап етіп келіп отырмыз. Және де кешегі естіген мынау өте ауыр хабар. Жас 20 бала өзінің қолдарын кесіп, өздеріне қол жұмсап жатыр. C-18 дегеннен кейін халық тыныш жата алмайды. Басқа дүние күйіп кетсе де, балаларды біз өздерін осылай қол жұмсап, мына биліктің құрбаны болуға туған жоқпыз деген ойымыз бар. Соны айтуға келдік осы жерге. Қаласқа бостандық талап етеміз. Кешіңіздер аға, қысқаша айтып өтесіз бе осы келген себептеріңіз? Нені? Мәлімет берсеңіз қысқаша. Мына қылмыстық істер жайлы ма? Енді бұл қаласқа болсын, басқа да көптеген әсіресе белсенділерге бұл жалайырға жап деуші еді, жаланы біреуге аудару керек қой, мысалға. Бұл саяси тапсырыс таза. Тоқаевтың тапсырысымен бұл себебі оның өзінің өтірігі, өзінің қылмысын ақтап алу үшін осындай белсенділерге жала жабылып отыр. Бүкіл қылмыстық істердің барлығы да заңсыз. Бүкіл қаңтар боздақтарын 99%-ын жабу керек. Оның ішінде егер мына сол нелердің арандатушыларды бұлар іздемейді, оларға жауапқа тартылып жатқан жоқ. Мына арнайы операция жасалған, бұлайша айтқанда нелерді шеруге шыққандарды дискредитация жасау үшін, арандату үшін сол арнайы топтар құрылған. Ол ұлттық қауіпсіздік комитеті, ішкі істер министрлігінің арнайы топтары, сондай арандату өртеушілері бар, дүкен бұзатындары бар, сондай неше түрлі топтар бар мысалға. Олар ашылған жоқ, ол ашылмайды да. Одан кейін түрмеден сол күндері 2000 қылмыскерлер босатылды. Олар да Алматыға алынып келінді. Мысалға, ол мәліметтер бар, оны жоққа шығарылған жоқ. Осының бәрін арнайы тәуелсіз зерттеулерді қажет еді. Мына қылмыстың істерін бәрі жабылу керек. Мына естеріне салу керек. Мына тергеушілер болсын, прокурор болсын, сот болсын, осы іспен айналысып жүрген. Олар саяси тапсырысты орындаған үшін, заңды орындау емес, саяси тапсырысты орындаған үшін ертеңгі күндер бастарымен жауап береді. Олар люстрацияға ілігеді, арнайы заң қабылданады осы билік кеткеннен кейін. Оны люстрация заңына депутаттар да ілігеді. Егер олар қаңтар осы қырғынына, қаңтар осы көтерілісіне саяси құқықтық баға бермесе, Тоқаевқа саяси құқықтық баға беріп, оған импичмент жарияламаса, депутаттарды түгелдей люстрацияға ұрынатын естеріне салу керек. Сонда ғана біз осы неге жете аламыз деп ойлаймын. Тәуелсіз зерттеуді қажет етеді. Ол үшін тек қана өзіміздік емес, шетелден, ОБСЕ-ден тергеуші сарапшыларды шақырту керек. Онсыз ешқандай жұмыс бітпейді. Рахмет аға. Міне қазір өздерін қысқаша тыңдаңыздар. Келген адамдардың оймен бөлісті. Алда хабар күтеміз енді осы прокуратурадан. Кеше негізінде осы прокуратурада адвокаты Жалғас Сапархановаға да қысым болған. Қазіргі таңда іштен шыққан соң сол туралы да қысқаша ақпарат сұраймыз.
ақпараттар мен осы парақшада бөлісетін боламыз. Өздеріңіздің пікірлеріңізді жазып, басқа да парақшалардан бөлісіп жаттығуларыңызды сұраймыз. Рахмет сіз барлықтарыңызға. Халасқа, бостандық! Халасқа, бостандық! Халасқа, бостандық! Халасқа, бостандық! Ya nerede приемный var ғой, кеше отырдық қой. Бізде сол үшін келіп тұрмыз, адвокатпен бірге. Жоқ, адвокатпен бірге. Зафиксировать етамыз кейін шағым. Я, шағым түсіреміз, аха. А nerede приемный атасының басында тұрма? Кет, қалаға кірейік енді.